Бисмиллахиррахманиррахим. Әлеке, ұлыңыз туралы енді бәрі күшіңіз жинап, өз ойыңызды қай күннен бастап қалай жағдай болды, соның бәрін толық түсіндіріп берсеңіз, Алла сізге күш қуат берсін. Өз ойыңызды толық жеткізуге. Мен Абдрахманова Әлия Тұрысбекова, ұлым Мұқашев Алмас Қабдылғажыұлын туралы айтайын деп едім. 22 жылы 4 январь күні бейбіт шеруге шықты елмен бірге. Ол күні бар қайтып келді түнде, үйде онда. 5 күні шықты, 5 күні бұларды неге ОБД-ның жігіттерінің сұрауы бойынша көмекке шақырды, сол көмекке кетті олар. Содан 5-6 күні бұлар көмекте болады. 5 күні шығады, 5 күні шыққан күні оны ұстап жабады да, кешке таман шығарады. 6 күні жаңағы ОБД-ның жігіттерінің несіне байланысты сұрауы бойынша бұлар көмекке барады. Сол көмекте жүреді 6 күн, одан кешке үйде болды. 7 күн ол үйде болады. 8 күні таңертең әйел екеуі магазинімізді көріп келеміз деп шығып, машиналарына мініп, үйден шығып, бізде көктем грант деген не бар, гостиница, соның алдына келгенде машиналарының дөңгелегі жарылып, соны парковкаға қойып, енді шығамыз деп бері қарай үйге келе жатқан жерінде бұларды 20 шақты адам, қай жағынан келгенін келіннің айтуынша, бұл қай жағынан сап ете қалғанын білмейді, жатыңдар деген. Осы моментта үлкен қызы видео жатыңдар деген қорқып қалып, артыма қарасам дейді, Алмасты жатқызып, аяқтарымен басып тұр екен дейді. Машинаны аш деді. Мен машинаны ашып бердім. Сөйткенше машинаны тексеріп, біріне бірі сөйлесті. Таза машина, ешқандай қару-жарақ ештеңе табылған жоқ деді. Одан кейін олар біреуге звондасып сөйлесіп, оларға айтты, машина таза. Баланың өзі осындай бір кісі ұстадық деді. Ол жаңағы қарсылық көрсетті ма деп еді, көрсеткен жоқ депті. О жақтан бір адамдардың сөзі шығып, қарсылық көрсетпесең жіберіңдер десе, жоқ, бар тексерейік деп алып кетті. Келін бала сол кезде есінен адасып қап отырғызып қойған ғой, неге бордюрға отырғызып қойыпты. Одан есін жинаған, оны тастап, ұлымды алып кетті. Белгісіз жаққа алып кеткен, кім әкеткен, қандай адам әкеткенін. Бір ішінде гражданский бір адам болған, қалғандарын бәрі қара киінген, маска киген, түрлерін білмейді, көрінбейді. Келін келді, жарты сағаттан кейін келіп, бұл 9 уақытында болған, таңертеңгі 9 уақытында болған уақиға. Жарты сағаттан кейін келін үйге кіреді, келіп түрі тура өт сөндіргендей болып кеткен. Не болды деп едік, өстіп Алмасты алып кетті деп айтты. Одан мен қолма-қол өзімнің бір жиен бауырым бар еді, соған звондап, Алмасты өстіп алып кетті деп едім. Нетпеңіз, переживать етпеңіз, мен өзім тауып берем деді. Сол күні біз отырып қалдық. Содан осы уақытта жарты сағаттан кейін машинасын әкетті. Машинасын әкеткен кезде немерем мен терезеден қандай автобустың келгенін бәрін түсіріп алған видеосы бар. Олың бәрін көрсетуге болады. Одан жарты сағат кейін машинаны алып кетті. Біз ол күні шыға алмадық. Шықпадық, өйткені ол өзі жаңа атыс болды деді, бірін-бірі тексеріп жатыр. Сонымен біз қорқып шықпай қалдық. Бірақ 9 күннен бастап келін екеуміз уже іздеуге шықтық. 9 күні шығып, біз бірінші КНБ-ға бардық. КНБ-ға барып едік, олар УВД-да деді. УВД-ға барып едік, УВД бізде жоқ деді. Одан ДВД-ға барып едік, ДВД бізде де ондай адам жоқ деді. Одан қайтадан келіп КНБ-дан сұрап, КНБ-да бізде адамдар жоқ, ондай адам жоқ. Адамдар жалғыз бір адам бар, оның өзі шеттен келген адам, бізде бар, ондай адам вообще жоқ деді. Сол жоқпен біз 9 іздедік, таппадық, 10 іздедік, таппадық, 11 іздедік, 12 күні уже 5-ші күн болғанда
менің әкімнің бір несі бөлімі Жетісу телеарнасына келіп орналасты дегеннен кейін соған бардым мен. Қасында менің күйеу балам Мұрат Абдрахманов. Соның тағы да Ләззат деген нелері бар, кісілері бар, үшін 5-6 адам. Сол неге бардық, Жетісу телеарнасына барып, жаңа кісілер шықты, енді оның фамилиясы мен бір жер жазып алып едім, мен қазір ойымда жоқ. Сол кісілер шықты, біз ол кісіге мен өзімнің баламның сол осы күні кетіп, осы уақытқа дейін жоқ екенін айтып, қайда барғанын бәрін айтып бердім. Жарай тауып береміз, хабар болса, біз сіз күтіңіз деп үйге қайтарды. Біз 12 күн үйге қайтып келгеннен кейін, ол мен түске дейін болған. Одан үйге келіп бір шайымды ішіп отырғанда, сол жаңағы нелер звондады, әкімнің адамдары, сіз 14-ке звондаңыз, 102-ге звондаңыз деп. Біз сразу 14-ке звондап, олар айтты, жарайды тексереміз, содан кейін өзіміз хабар береміз деп. Сол олар хабар берген жоқ. 102-ге звондап едік, олар сразу тастай салды. Бізде ондай адам жоқ деп тастай салды болды. Одан бір жарты сағаттан кейін, бір сағаттан кейін қайтадан звондады олар. ДВД-ға барыңызшы деп. Содан мен ДВД-ға барып, сол түсте тұрғаннан кешке дейін тұрдым, бір адамнан хабар ала алмадым. Сол кейін уже кешке таман не басталды, комендантский час болып, біз уже қайтып кеттік, қайтпаса уже болмайтын болды. Барған жерімізді атамыздан басқа естімедік, қайтыңдар атамыз, қайтыңдар атамыз деп. Сонымен үйге келдім, 13 күні таңертең қайта шықтым, ерте шығып қой, тағы да барайын деп. Тағы ДВД-ның алдында тұрдым түске дейін. Одан әйтеуір бір кісіні білдіртіп едім, ол кісі бұл жерде бұндай адамдар жоқ деді. УВД-ға барыңыз деді. УВД-ға бардым, ол жерде бәрі адамдардың, уже жатқан адамдардың списігі бар деді. Сол списіктен барып көріңіз, мүмкін сіздің балаңыз сол жерде шығар деді. Соған барып едім, ол жерде списікті действительно көрсетті олар, бірақ менің баламның фамилиясы шықпады. Одан қайдан іздейін деп олардан сұрап едім, больницадан іздеңіздер деді. Одан біз больницаға бардық. Областной больницада тексердік, жаңа многопрофильныйда да тексердік. Ол жерде бәрі телефонмен бүгінгі түскен, ертеңгі кешегі түскеннің бәрін телефонмен сұрап білді, бірақ ондай адамның фамилиясы да жоқ, аты да жоқ болып шықты. Сонымен үйге келдім. Үйге келіп, мен қызымның, немеремнің туған күніне соған бір кішкентай тортымызды кесе бергенде үйімізге 5-6 милиция келді. Сол милиция мен қуанып қалдым, олар жақсы болды ғой келгендерің деп. Сөйтсем ол милициялар өзі менің ұлымды іздеп жүр. Мұқашев Алмастың үйі ме? Я Мұқашев Алмастың үйі. Алмас қайда дейді. Мен айтам, Алмас қалай қайда? Сіздер алып кеткен жоқсыздар. Дейді өздері. Сонан кейін мен өзім айта бастадым. Мен анда бардым, мұнда бардым деп, менің ешқандай келісімсіз олар өздерінің телефондарына менді жазып алды да. Жарайды апа, бір сыбыс естісе, хабар естісе, хабарлаймыз деді, кетіп қалды. Одан бір жарты сағатта, бір сағаттан кейін олар келді ме звондап сұрайды. Мұқашев Алмас, сенің кімің болады? Бәріміз отырмыз. Ол жолдасым деп айтты. Ол қайда дейді. Ол айтады, менің көзімше өздерің алып кеткен жоқсың. Қалай өздеріңіз іздеп жүрсіңдер деп телефон тастай салды. Содан кейін мені 1,5 сағатта, сол енді 4,5 уақытта достары оны моргтан табады. Достары іздеп тауып, одан бізге хабар келіп, күйеу балам Айдын барып, опознанияға барып, точно сол екенін біліп, 13 күн ала алмадық, 14 күн алып, сол жерледік. Ол кезде бәрі көрді, қандай екен, не болғанын, қандай хайуандықпен, қандай аямағандықтан, қандай адамда фашизмдерге олай біріне бірі жасамайтын шығар. Баламды сондай қинап өлтіргені, кінәлісіз еместігін тексерместен, сол 8 күн алып барып, 8 күн оны өлтіріп, біресе больницаға, біресе моргқа апарып тастап, не хабарламағаны, соның бәрі мен ашындырып, осындай жағдайға келтіріп отыр. Артында іздеу жоқ деп отыр ма? Жоқ, қандай адам болса да оны тексеру керек қой.
ол намаз оқиды, бірақ ешқандай салафик емес, ешқандай немес, ешқандай сектаға қатыспайды. Кәдімгі бір Алланың жолымен жүрген адам, қолында жұмысы бар, басында үйі бар, семьясы бар, өзінің бизнесі бар, етпен айналысатын. Оны кімнен сұрасаңыздар да біледі. Алмасты білмейтін адам жоқ. Талдықорған шағын қала ғой. Шағын қала Талдықорғанда. Ешкім оның қандай адам екен, сондай салафик екен, ешкім оған дәлелдеп бере алмайды. Оның кім екенін біле алады. Сондықтан мен сіздерден сұрайтыным, менің баламның ақ қарасын, қандай адам екендігін, мына жағылған күйені тазалап, артын шулатпай, артын ақтап берулеріңізді сұраймын. Артында қалған балалары да, әйелі де, біз де баламыздың қандай ерлікпен өлгенін, ел үшін өлгенін, құрбан болып кеткендігін дәлелдеп берсеңіздер, басқа сіздерден ештеңе сұрамаймын. Тек қана менің баламның арты ақ болсын. Жаңағы больницаға апарғанда, біз Талдықорған өзі шағын қала ғой. Больницаға апарғанда, сол кезде медсестра қыз таныған, операцияға ешқандай ассистентсіз кіргізген. Осы шағын. Бұл кезде біз 13 күні үйге келіп мініп отырған кезде, бұлар жаңағы менің баламның жұмысына барып, сіздер Алмасты танисыздар ма дейді. Я, біз танимыз, Алмас біздің осында жұмыс жасайды, бәріміз бірге жұмыс жасаймыз, бәріміз ет сатамыз деген. Ол Алмас қайда деп ол жұмысшылардан сұраса, қалай сіздер Алмасты іздеп жүрсіздер? Алмасты өздеріңіз алып кеткен жоқсыздар ма десе, біреуінің енді аузынан шығып кеткен, шығып бара жатып айтты. Алмас өліп қалған деп. Олар содан шулап, жолдасына звондайды, сені милиция іздеп жүр. Бірақ олар айтпайды, оны сөйтіп айтты. Олар кейіннен өзімізге келіп, көңіл айтуға келгенде осының бәрін айтады. Егер де менің балам сондай жаңағы террорист болатын болса, қызметте жүрген сол бір милиция балаға көмектесіп, өзінің курткасын шешіп, кигізіп, бір подъезге кіргізіп жіберіп, сені өлтіретін алар, сен қаш деп қашырмас еді. Ол балада енді показания бере алмайын дейді, өйткені ол өзінің жаңағы қызметінен айырылып қалам деп отыр. Онда ол жаңағы ол баламды қойып жатқанда келіп, рахметін айтып, курткасын беріп кетті. Ал айтпесе, сондай жауыздық болса, сондай адамдарға мылтық атып, жаңағыдай не жасайтын болса, ол бала ондай жақсылық жасамас еді ол. Ол тек қана неге барды ғой, ұбт-ны қорғауға, өздері 10 адамнан ұйымдастырылып, дружина ретінде ондай бассыздықты тоқтатуға барған адам. Бұлай ешқандай мылтық, ештеңе жоқ қой, мен оны баламның өзінің білемін. Благоустроенный үйде тұрамыз, ешқандай жаман қылығын, мынандай жаман істерін көрген емеспін. Мен өзім тұрғаныма 14 жыл болды, жоқ 8 жыл болды мен тұрғаныма. Баламмен бірге тұрғаныма мен 8 жыл болды. Баламның бір теріс қылығын көрген емеспін ешқандай. Достары да келеді, достары да жақсы, бәрі міне. Кім болса да Алмастың қандай екенін айтып беруге тұрақты достары бар. Әмин, Алла бастаған ісімізге береке берсін. Әлеке, күш қуат берсін сізге.